Бүгін сіздермен 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды қарастырамыз. Тақырыбы квадрат теңдеулер бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Яғни біз мәтінді есептерді шығару бойынша квадрат теңдеуді қарастырдық, осыған дейін. Ендігі кезекте осы мәтінді есептерді квадрат теңдеуі арқылы шығарғанымызды бөлім бойынша жиынтық бағалауда тапсырмалар арқылы қорытындылайтын боламыз. Енді тапсырмаларға тоқталайық. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырмада бізге текшенің қыры 2 метр ұзартқанда, оның көлемі 98 метр кубқа артты дейді. Текше болғандықтан бізде метр куб болады. Одан кейін бастапқы текшенің қырының ұзындығын анықтаңыз дейді. Біз бұл мәтінді есепті квадрат теңдеу арқылы шығарамыз. Екінші есеп. Жаяу адам 10 км жолды белгілі бір жылдамдықпен жүру керек еді. Бірақ ол жылдамдығын 1 км сағатқа арттырып, 10 км жолды 20 минуттан кейін тезірек жүріп өтті. Жаяу адамның алғашқы жылдамдығын табыңыз дейді. Енді есептерді әрмен қарата шығарайық. Бірінші есептен бастайық. Бірінші тапсырмада бізде бастапқы қыры белгісіз. Сол себепті x деп белгілеп аламыз. Екінші, қырын 2 метр ұзартқанда дейді, яғни ұзартып тұр, кемітіп тұрған жоқ. Сол себепті x плюс 2 болады. 2-ге артық ұзарып тұр. Одан кейін бізде v көлемі x плюс 2-ның кубы, көлем болғандықтан куб болады. Енді есептің шарты қалай болады? X плюс 2-ның кубы азайтылған x куб тең болады 98. Есептің шартында бізде 98 берілген. Одан кейін бізде 7-ші сыныптан өттіңіздер, сіздер қысқаша көбейту формуласы бар. Қысқаша көбейту формуласы мына жерде a плюс v-ның кубына келіп тұр. Формуласы қалай есімізге түсіретін болсақ, a куб қосылған 3 еселенген a квадрат v қосылған 3 еселенген a көбейтілген b квадрат қосылған b-ның кубы. Одан кейін енді өзіміздің есебімізге салатын болсақ, x плюс 2-ның кубы. Сонда біріншісінің кубы, a-ның орнында бізде x тұр, яғни x-тің кубы. Қосылған 3 еселенген біріншісінің квадраты x квадрат көбейтілген b дейді. Яғни 3-ті 2-ге көбейтеміз, сосын біріншісін квадраттап жазамыз. Сонда 6x квадрат. Қосылған 12x. 12x қайдан шықты? 3 еселенген көбейтілген a, 3x көбейтілген 2-ның квадраты. Яғни 2-ның квадраты бізде 4, 3-ке көбейтеміз. 12, a-ның орнында бізде x тұр. Сонда 12x болады. Қосылған 8. 8 дегеніміз бізде 2-ның кубы. Яғни b-ның орнында бізде 2 тұр. 2-ның кубы. Азайтылған теңдеуімізде бізде минус x куб бар, соны орнына қойып жазамыз. Тең болады 98. Ары қарай бізде x кубпен, минус x кубпен плюс x куб жойылып кетеді. Қарама-қарсы таңбалар болғандықтан. Одан кейін бізде қалады 6x квадрат плюс 12x минус 90. Бұл жерде бізде барлығы да 6-ға бөлінетіндіктен 6-ға бөліп жібереміз. Сонда бізде есебіміз теңдеуімізде x квадрат қосылған 2x минус 15 тең болады 0-ге. Бұны бізде квадрат теңдеу деп атайды, яғни ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 түріндегі теңдеуге келіп тұр. Бұны ары қарата 2 жолмен шығарсаңыздар болады. Бірінші дискриминант арқылы, екіншісі вет теоремасы арқылы. Дискриминанттың формуласы бізде v квадрат минус 4ac. Бізде қалай? a-ның орнында x квадрат, ax квадрат деп жазылады. Сонда a-ның орнында бізде 1 тұр. 1 бізге көрінбей тұр. X квадраттың алдында ешқандай сан жоқ болса, онда 1 тұр деп елестетесіздер. Одан кейін бізде минус 4. 4 қайдан шықты десеңіздер, бұл формулада 4. 4 көбейтілген ac. a дегеніміз 1-ге тең дедік. v дегеніміз 2-ге тең, с-мыз минус 15-ге тең. Енді орнына қоямыз. 2-ның квадраты минус 4 көбейтілген 1
көбейтілген минус 15. Мына жерде 4 пен 15-ті көбейткенде 60 шықты. 60 минус 60 шықты. Мына жердегі минус пен 2 минус плюсті береді. Сонда екеуі қосылады. 4-ке 60-ты қосамыз, 64-ті береді. 64-тің квадрат түбірі бізде 8-ді береді. Ары қарата x-тің мәндерін табамыз. x1 мен x2-ні табамыз. x-тің мәні табу үшін бізде формуламыз x1 мен x2-ні табу үшін минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a. Минус b деп тұрғанымыз, мына жерде квадрат теңдеуде бізде плюс 2. Плюс 2-ні енді қарама-қарсы таңбасымен аламыз. Минус 2 деп аламыз. Одан кейін плюс түбір астында 64. 64-тен бізде түбіріміз не шығады? Түбіріміз 8 шығады. Бөлінген 2 көбейтілген a. a-ның орнында бізде 1 тұр. Сонда бізде теңдеудің түбірлері неше болады екен? Қазір есептейік. Сонда бізде мәні минус 2 плюс минус 8 бөлінген 2. Минус 2-ке плюс 8-ді қосатын болсақ, 6, 6-ны 2-ке бөлеміз, 3 шығады. Оң мәні шықты. Ал егерде минус 2, минус 8 болатын болса, онда минус 10 болады. Жауабы минус 10-ды 2-ке бөлемізде, одан шыққан жауап бізде минус 5. Екі мәніміз сонда квадрат теңдеудің түбірлері минус 5-те 3 болады. Бізге есептің шарты бойынша нақты жауабы керек. Минус таңбасын алмаймыз, сонда есептің жауабы 3 деп жазасыздар. Енді келесі кезекте екінші есепті қарастырайық. Енді екінші тапсырманы талқылайық. Екінші тапсырмада бізде S тең 10 км, V0 дегеніміз бұл бізде бастапқы жылдамдығы. Бастапқы жылдамдығы белгісі болғандықтан x километр сағат деп аламыз. V жылдамдығы x плюс 1, яғни 1 сағатқа артық жүрді. T дегеніміз 20 минут, 20 минутты біз уақытқа, яғни уақытта біз сағатқа айналдырып аламыз. 20-ны 60-ға бөлеміз, сонда сағатымыз 3-тен 1 болады. Енді бізде уақыттың формуласы T тең болады S бөлінген V. Сонда біздің теңдеуіміз мынадай болады: 10 бөлінген x минус бөлшек 10 бөлінген x плюс 1 тең болады 1 бөлінген 3. Енді армен қарата ортақ бөлімге келтіреміз. Бізде ортақ бөлімі 3x көбейтілген x плюс 1. 3x болады, сосын x плюс 1 болады. Енді ортақ бөлімге қалай келтіреміз? Бірінші бөлшектің бөлімінде, бірінші бөлшекте 10 бөлінген x бөлшегінде тек қана x бар, қалғандары жоқ. Сонда 3x плюс 1, 3x плюс 3 болады одан кейін. Екіншісінде x плюс 1 бар, 3x жоқ. Үшіншісінде x плюс 1 бар, x бар, сосын x плюс 1 бар. Одан кейін мына жерде енді x плюс 1 болады. Одан кейін бізде 30x плюс 30, на көбейткенде 3x-ті 10-ға көбейтеміз, 30x болады, 3-ті 10-ға көбейтеміз, 30 азайтылған, 3x-ті 10-ға көбейтеміз, 30x болады, x-ті x-ке көбейтеміз, x квадрат, x-ті 1-ге көбейтсек плюс x болады. Енді тек қана алымын аламыз. Мына жерде x квадрат плюс x, мыналар жойылып кетеді 30x пен, мына минус 30x жойылып кетеді. Сонда бізде минус x квадрат плюс x плюс 30 қалады. Яғни мына x квадратты мына жаққа шығарамыз. Одан кейін минус x квадрат болғандықтан минус 1-ге бөліп жібереміз. Минус 1-ге бөлгенде бізде x квадрат минус x минус 30 тең болады 0-ге. Осылай шығады. Одан кейін дискриминантты табамыз. Дискриминантымыз бізде 1-дің квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 30. Яғни минус 30 болатын болса, онда минус 2 минус плюсті береді. Сонда бізде 4 көбейтілген 30-ымыз 120, 120-ны 1-ге қосамыз, 120 бар. Бұл бізде ненің квадраты? 11-дің квадраты екен. Арғарата x1 мен x2-ні табамыз. x1 мен x2-ні табамыз.